Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдарман. Бүгін біз сіздермен латынша оқы, латынша жаз бейне дәрістер циклын жалғастырамыз. Сіздермен Анар Фазылжан. Дәрісіміздің тақырыбы дыбыс, фонема, графема қатынасы деп аталады. Осының алдындағы дәрісте біз тіл, ауызша және жазбаша сөзде өмір сүретінін айтқанбыз. Сонда біздің жазу қалай жүзеге асады дегенде түрлі ғалымдардың зерттеуінің қорытындысы мынандай қатынасты көрсетті. Қазақ тіл ғылымында осы қатынасты жан-жақты зерттеген ғалым профессор Нұргелді Уәлиев. Яғни жазу біздің санамызда қалай жүзеге асады дегенде ең алдымен дыбыстық әріптік жазу елмендерінің санасында бұл фонематикалық жүйеге арқа тіреп жүзеге асады. Енді осы процесті психологиялық жағынан да, тілтанымдық жағынан да зерттеген ғалым Лурия мынандай қатынасты көрсетеді. Дыбыс, фонема, графема және кинема. Енді осылардың әрқайсына тоқталайық. Жазу барысында дыбысталған сөзді естіген адам ол сөздің құрамындағы әрбір жеке-жеке дыбыстарды бөліп талдау жүргізеді. Яғни бұл процесс оның санасында автоматты түрде жүреді. Бұл процесс автоматтану үшін ол бала кезінен ана тілінің ортасында өсіп, соның нәтижесінде бұл процесс автоматтанады. Енді дыбыстарға бөлгеннен кейін әрбір дыбыстың санадағы бөлінбейтін ең кішкентай бірлігін іздеу процесі басталады. Яғни фонематикалық сүзгі іске қосылады. Мысалы, жоғарыда келтірген мысалдарға арқа сүйейік. Шайға деген кезде шыдан кейінгі тұрған ә деген фонемама, жоқ а деген фонемама деген сұраққа жауап іздейді тіл елмені. Сөйтіп оның а фонемасы екені анықталады. Фонема анықталғаннан кейін біздің жазу фонематикалық принципке сүйенгендіктен, өздеріңіз білесіздер алдыңғы дәрістен, енді тіл елмені оның графемасын іздейді, яғни әрпін іздейді. Әрпі табылғаннан кейін санада осы әріпті қағазға түсіруге қажетті қозғалыстардың реті анықталады. Әсіресе жазып сызып жаңа үйреніп жүрген бала үшін кинеманы іздеу процесі өте маңызды, және осыған біздің педагогтер ерекше мән береді. Алғашқы кезде әліппені үйреткенде өздеріңіз білесіздер, бала әріпті тұтас жазбайды, сол әріптің әрбір элементін жазуға қолын дағдыландырады. Яғни алуан түрлі ілмектер жазады, дөңгелектер жазады. Сөйтіп барып әріптің кинемасы түгел баланың санасында қалыптасқаннан кейін ғана ол жаңағы графеманың әрпін тұтас қағазға түсіріп дағдыланады. Міне осы процесті зерттеушілер талдап жік-жігімен көрсеткен болатын. Енді біздің қазіргі жазуымызда, латын графикасы негізіндегі жазуымызда 32 әріпті біз пайдаланамыз. Сол 32 әріптің 9-ы қазақ тіліндегі дауысты фонемаларды таңбалауға қызмет етеді. Ал осы 32 әріптің ішіндегі 19-ы дауыссыз фонемаларды таңбалауға қызмет етеді. Соның графемалары болып табылады. Ал 4 таңба осы 32 әріптің ішінде. Бұл шет тілінен енген дыбыстарды таңбалауға қызмет ететін әріптер. Олар Ф, Х, Ч және В әріптері. Сонымен қорыта айтатын болсақ, сауатты жазу үшін қазақ тілі бойынша ғылыми курсында біздер тыңдаушыларға дыбыс пен фонеманың арақатынасын, фонема мен графеманың арақатынасын меңгертуіміз керек. Бұл білімдер жүйесі қазақ тіл ғылымында анықталып қойған. Алайда бір өкініштісі оқулықтарға жүйелі түрде енгізілмей жатыр. Бүгінгі біздің дәрісіміз сол себепті сіздерге пайдалы болатынына сенімдіміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.